Сәлем достар, біз бүгін сливкисіз, творожный сырсыз, құрамы өте жеңіл, заттары үй жағдайында табылатын торт жасаймыз. Алдымен каналға подписка жасап, лайк басып, қоңыраушаны түртіп кетіңіздер. Құрамы жұмыртқа, қант, жылы су, ұн, какао және разрыхитель. Алдымен жұмыртқамызды мискемізге саламыз, оның үстіне қантымызды салып, масса 2 есе көпіргенше араластырамыз. Массамыз көпірді, енді үстіне жылы суымызды құямыз. Міндетті түрде жылы су болу керек. Жылы суымызды құйып 1 минут араластырамыз. 53-тен өткізіп, ұнымызды, разрыхителімізді және какаомызды барлығын 53-тен өткізіп, венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластырамыз, барлығын жазып, түйіршіктер қалып қоймау керек. Масса осылай бізде шықты. Осы массаны диаметрі 22 формаға құйып, массамызды құямыз, және менде әсел пеш 180 градусқа пісірдім. 30-40 минут аралығында піседі. Қарап отырыңыздар бірақ. Енді біз заварной кремімізді дайындаймыз. Заварной кремге 2 жұмыртқа, 500 грамм сүт, 120 грамм қант керек, және де кукурузный крахмал керек. Осы массалардың барлығын бір ыдысқа құйып, осындай ыдысқа құйып, жақсылап араластырып аламыз. Түйіршіктер қалып қоймау керек. Енді осы массаны газдың баяу отына қоямыз, және де міндетті түрде араластырып отырамыз. Асты күйіп кетпеу керек. Бізде міне осылай қою масса шығады. Осы массаны аламыз да, осы массаны аламыз, газымызды суырып, және буы шыққанша кішкене араластыра тұрамыз. Енді біз сары майымызды бір ыдысқа бөлек өлшеп аламыз. 150 грамм сары май. Сары майымызды үй температурасында болу керек. Осылай бір миксерлеп аламыз. Үстіне заварной кремімізді құямыз, және барлығын бір араластырамыз. Бізде міне осындай әдемі крем шықты. Бұл кремдерді Наполеон тортына, мядовый торттарға пайдалансаңыздар болады. Енді тортымызды жинаймыз. Бірінші үнесіне кетті, қабатына кетті. Енді екінші қабатына біз заварной кремімізді құямыз. Осылай тортымызды жинақтаймыз. Және сіздерде қалай мен істеймін деп ойланбаңыздар. Жай ғана қасықты майыстырып осылай жақсаңыздар болады. Және де ең соңғы біз піскен бисквитімізді 3 бөлікке кесіп аламыз ғой. Соның ең астыңғы бөлігін бетіне саламыз. Теріс қарап. Осылай тегістеп алыңыздар, қисайып тұрмасын. Осы тортты 2 сағат, 2-3 сағат кетеді, холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Соңында шоколадпен майды араластырып, бетіне ганажымызды құямыз. Ол Қазақстан шоколады бола береді. Және бізде осындай әдемі торт шығады. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздерге торт ұнаса, каналға лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп жасап көріңіз. Ас болсын.